жолдары және қаскөйлер. Көлік апатының көбейіп кеткеніне қынжылған тұрғындардың наразылығында шек жоқ. Шенеуніктер көптеген көліктерге орнатылған автоматты басқару жүйесінің сенімділігі мен сапасын қатаң қадағалауда. Жан-жақты сараптама нәтижесі Бурунг Моторс көліктерінің қауіпсіз екендігін. Жақында елдің бәрі тек Бурунг Моторстың көлігін жүргізетін болады. Меніңше көліктеріміздің жаңа үлгісін шығаратын тамаша сәт туған сияқты. Дайынсың ба? Дилок? Құпияларың әшкере болды. Бәрі келді. Ақыры шеберханаға да кірдің. Сенің көксегенің не, кішкентай ханшайым? Ой, қойсаңшы енді, не болды сонша шамданып? Қайтар рахмет айтсаңшы. Мектептегілердің бірде-біріне түс жармағанымды байқадың ба? Кори. Бірақ Шын мәнінде сендерге менің көмегім қажет. Сонымен әлгі тобыт қайда? Оның роботқа айналғанын тағы да көргім келеді. кешір, мен олай істей алмаймын. Біле білсең, тобыт ойыншық емес. Мүмкін мен. Ей, көзге түспейм дегенің қайда, Райан? Бұның 200-ділік. Я мырза, әлбетте. Автобустың шаруасын тындырып қойдым. Жоқ, ешкім байқамады. Артымнан із қалдырған жоқпын. Неменеге қарап тұрсың? Маған жақындаушы болма. Бұдан әлде қайда сымбаттымын. Ей, тоқта, қайда кетіп барасың, жүргізуші мен ғой. Бай, жақындағы ғажап робот тобыт уай. Іздесең де мен таппайсың ай. Райанды қайтеміз сен және мен тұрғанда. Енді қалай істегеніміз дұрыс? Әйтеуір сақ болыңдар. Басында неге бірден полицияға хабарласпады екен деп ойлаған едім. Артынан түсіндім. Өйтсеңдер сендерді басты күдікті санауы мүмкін екен ғой. Тоқтай тұрыңыздар, менің қатысым жоқ. Айтпақшы, тобыттар тіркелген бе? Қайда? Полиция қызметкерлерінің балаларға рұқсат бермесі анық. Бұның арты неге ұласуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Тобыттарды бөлшектеп тастау әбден мүмкін. Мен бұлардан факсимилді аппарат жасар едім. Мені түсіндің бе, Райан? Не боп жатыр өзі? Маған мән-жайды түсіндіріңдер. Заңгер жалдай аласыңдар ма? Сен бәрін білесің. Бізде әлгі жұмбақ қара фургоннан басқа айғақ жоқ. Әкемнің кінәсі болу мүмкін емес. Дегенмен, ол әлгі өздігінен басқарылатын көліктерді үнемі назарында ұстайтын. Тоқтай тұр. Әкем әлгі істен шыққан көліктерден түсініксіз бір іздерді тапқанын айтпап еді. Егер ол қылмыстық топпен қастандық әрекетін ашқан болса ше? Көрерміз. Жоспар былай болсын. Әлгі істен шыққан көліктерден әкеңнің байқаған іздерін мұқият тексереміз. Алдымен оның бұзылған көліктер жайлы жазбаларын қарап, ақпарат жинайық. Тоқта, біздің құпиямыз ашылып қалмай ма? Жоқ, ол үшін мәліметті балалар арқылы жинауымыз керек. Қане қоңырау шалайық. Мен Мина деген құрбым арқылы шығамын. Сәлем, Мина. Бұл менмін ғой. Кетіңдер, көліктің тежеуші істемей қалды. Көмек кетіңдер. Не жағдай болды, Мина? Түсінбедім, бұл олардың әзілі ме? Достарымыздың бәрі бір мезетте қиындыққа тап болғаны қалай? Әне оның жауабы. Шұғыл жаңалық. Балалар отырған мектеп автобусы басқарусыз қалып, жоғарғы жылдамдықпен қала орталығына беттеп барады. Сақ болыңыздар. Бұл мектептің автобусы ғой. Кори! Куәгерлер жүргізушісіз автобустың бүгін 15 сағат 30 минутта орнынан қозғалғанын айтты. Басында тура ташы. Мені ызагерінеп барады. Қауіпсіздігі күмән тудыратын компьютер бағдарламасы көлікті қалай басқарады? Бурунг Моторс неге балаларымызды қауіпсіз көлікке отырғызбайды? Дұрыс болды. Ашуға булыққан қала тұрғындары менің көліктерімді талап етсін. Дилок айғақты қайтарып алуды ұмытып кетпе. Иә, мырза, алаң болмаңыз. Құрылғыны қайтарып алу үшін әлгі автобустың артында келе жатырмын. Тобыт уай, дегенмен сен жүріп бара жатқан автобусты тоқтата алатыныңа сенімдісің бе? Дәл солай. Капоттың астын тексер, гидравлика балам. Мәссаған. Керемет. Әлемдегі ең күшті робот ол тобыт уай. Кори, сендер қайдасыңдар? Автобус 8-ші жолға қарай беттеді. Сонда кездесейік, жарай ма? Оны екеулеп тоқтатамыз. Ұқтың ба? Шалыс естіген жоқпын ба? Ол маған шамаң жетпейді дей ме? Сонда мен тобыт X-тің көмегін күтуім керек пе? Солай ма? Сонда Райан бізді өздерінсіз дәрменсіз деп ойлайды ғой. Ендеше оларға күшімізді көрсетейік. Қане алға! Әрине! Межелі жер қала орталығы! Ендеше кеттік!
Ей, тоқта! Сонымен 10 купон. Барлығы менікі. Алайда мен бәрімен бөлсем. Ой, рахмет, офицер, тегіңіз қашет болдық қой. Сауық кешіне келіңіз. Абырай сонша қатты жүргеніңіз. Қайран купондарым, енді қайттым. Бұл тобыттың менсіз кетіп қалғаны нес? Екеуміз бір топпыз ба деп жүрсем. Хей, отыр. Мұнысы қызық екен. Неге ешкім ештеңе істемейді? Мынаны көріп тұрсыңдар ма? Мен көз айырмай қарап тұрмын. Олардың қуып жететін түрі жоқ, сақтай көр. Осының бәріне жауапты біреу бар шығар. Бәрі ойдағыдай өтуде. Кори қайда жүр? Ол маған бұйрық беру керек еді ғой. Тобот XY, робот айналыңдар. Тобот Y, қауіпсіздік жастығын шығар. Бұл қалай болды? Жақынырақ көре аламыз ба? Мен жаңа ғана екі роботтың автобуспен балаларды құтқарып қалғанын куәсі болдым. Ойламаған жерден пайда болған белгісіз екі робот қатты жылдамдықпен келе жатқан көлікті тоқтатпағанда істен шыққан мектеп автобусы апатқа ұшырайтын еді. Бәрі ойдағыдай болды. Ананы қараңдар. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Автобустың қалқасынан Уайды жөнді көре алмадым. Оның теледидарға түсіп қалғаны сені алаңдатпай ма? Негізінде Райым дұрыс айтады. Өзің ойлап көр. Егер оларды осы жерден тауып алса не болатынын айтпап едім, оларды зертханаға алып кетеді. Неге олай істейді? Олар біздікі ғой. Бұл бір құпия әскери жоба ма? Әлде олар өзге ғаламшардан келген роботтар ма? Осы сұрақтарға Ананы көрдіңдер ме? Сендер ана жарнама тақтасын сындырған сияқтысыңдар. Екеуің де абақтыға қамаласыңдар. Қара фургон купонымды ұшырып жіберді. Сірә тегін тамақтан айырылғым келмеген болар. Мен де көлігіме қарғып мініп, әлгі... Сонда сен купонның соңына түсем деп қозғалтқышты қыздырып жібергенсің бе? Жақында ғана мектеп автобусын құтқарған әлгі жұмбақ роботтар жүгенсіз кеткен тағы бір жедел жәрдем көлігін апаттан құтқарып, әлем жұртшылығының назарын аударуда. Бұл жақсы емес. Олар қазір Бурунг Моторс көліктерінің қауіпсіздігі жайлы көбірек айтуы тиіс еді. Мені ығыстыруға кімнің батылы жетті екен? Есіңізге сала кетейін, мырза. Жаңа шыққан көліктер өткен аптаға қарағанда 2 есе көп сатылды. Мырза, сіз үлкен табысқа кенелдіңіз. Доғар! Одан да тексеру жүргіз. Әлгі роботтарды кім жасады? Не мақсатпен? Әзірге полиция мәліметтерін пайдалан. Ал бар енді. Олар әншейін қағаз емес қой. Полиция қызметкерлерінің тұсқасы болатын. Полиция мәліметтерін ұрла дейме, оның еш қиындығы жоқ. Амансыз ба? Көмек керек бе? Мен сізді білем. Мен ештеңе бүлдірген жоқпын. Ант етейін. Ал купондарым ше? Бар жылдамдықпен өте шыққаныңызда қолымдағы бірнеше купоным ұшып кетті. Менің еш күнәм жоқ. Қане, бері қайтыңыз. Сіз маған қарызсыз. Офицер О, осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Бұның не екенін білесіңдер ме? Бұны Фрэнклин мырзаның үстелінен астынан таптым. Не? Сен әлі әкемнің заттарын ақтарып жүрсің бе? Мынаны көрдің бе? Тобот 2.0 деп мына